Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай фон қойып үйренетін боламыз. Сіздермен бірге Нәзік Бейсенбай. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге Canva деген приложение керек. Canvaға кіретін боламыз. Мен сіздерге екі түрін үйрететін болам, қалай жасау керек. Осындай элементы дегенге кіреміз Canvада. Элементыға кіріп, ол жерге круг деп жазатын боламыз. Круг деп жазамыз. Осындай бізге фиолетовый түсті круг берді. Оның цветін ауыстыруға болады. Оны ақ түске айналдырамыз. Егер осылай әдемілеп қойып аламыз да, оны ақ түске айналдыратын боламыз. Яғни артқы, мысалы, осының прозрачностін бізге түсіру керек. Ол үшін артқы фонды любой жасыл или фиолетовый фонға ауыстырып қойсаңыздар болады. Мен сол кезде сіздерге осы прозрачності осылай көрінетін болады. Яғни осылай жасап алатын болыңыздар. Сосын өздеріңіз қалауларыңызша ою қоясыздар ма, или болатын болмаса жаңағыдай кез келген әдемі гүлдер қоясыздар ма, оны өздеріңіз білесіздер. Мен пока сіздерге үйрету үшін осылай көрсеттім. Мынандай ою қойдым, яғни астыңғы фоны оның прозрачності азайған себепті, бұның да прозрачностін азайтып алсақ болады. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен сіздерге жай ғана үйрету үшін, көрсетіп үшін жасап жатырмын. Және де артқы фонды удалить етесіздер. Төбедегі мына стрелканы басқан кезде скачать деген басылады. Сол жерде прозрачный фон дегенді басасыздар, PNG форматты. Солай сіздер сақтап аласыздар. Осылай фон алып келдік. Ең сүйікті приложениеміз Canvaға кіретін боламыз. Ол жерде өзімізге керекті видеоны таңдап аламыз. Мысалы, мен видеоны таңдадым. Бірінші очередте соотношение дегенге кіріп, форматын өзгертеміз. Яғни бізде рилсқа қандай фон керек? Яғни 9:16 форматтағы сторисқа да, рилсқа да сол форматты жүктейтін боламыз. Және де тағы да қасына екінші фонды. Яғни мен сіздерге екі ақ фонмен көрсету үшін жасап жатырмын. Сіздер шақыруға қанша бет керек, сонша фон алсаңыздар болады. Яғни жаңағы алған ақ фонды прозрачный осының үстіне наложение деген арқылы қоятын боламыз. Маған астындағы фон үйлеспей тұрған сияқты, себебі менің беткі фоным жаңағыдай мүлдем көрінбей қалды. Сол себепті мен астыңғы фонын өзгертетін боламын. Бұл жерде мен ешқандай талғам, ешнәрсе пайдаланған жоқпын. Сіздер өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай яғни видеоны алсаңыздар болады. Видеоны кез келген жерден алуға болады. Яғни Pixar, YouTube-тан аласыздар ма астыңғы фон, или фото қойсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Осы фон, яғни үйлесетін сияқты маған үстіне наложение мен жаңағы мен жасаған дөңгелекшені осы жерге қоятын боламын. Тойға шақыру деп жазып алатын боламын. Осы жерде маған осындай сообщениелер көп келіп кетті, мән бермеңіздер. Тойға шақыру деп жазып, шрифтті өзгертетін боламыз. Өзімізге ыңғайлы, қай шрифт сізге ұнайды, көңіліңізден шығады, соны қоя бересіздер. Мен бұл жерде сіздерге көрсету үшін Goodbyes деген шрифтті қойдым. Және де эффекты деген бар, Canvада, CapCutта. Сол жерде, мысалы, осындай неше түрлі шрифттермен өздеріңіз жаза бересіздер. Мен бұл жерде осындай золотистый сияқты эффектный шрифтті таңдап алдым. Ол CapCutта желтый деген эффекті желтыйдың ішінде тұрады. Таппай жатсаңыздар, солай іздесеңіздер болады. Түсінбей жатсаңыздар, видеоны қайта көріп, түсінгенше осылай жасасаңыздар болады. Және де екінші бетке көбінесе мынандай анимация берілген фонды жасай алмай жатады. Оны да көрсететін боламын сіздерге. Мына жерде музыкасы шығып тұр, сол себепті мен оның громкостін өшіріп тастадым. Яғни любой видеоның громкостін солай өшіреміз. Яғни сол видеоны басып тұрып,
громкостін төменге түсіретін боламыз. Мына жерде маған только бетіндегі оюды алып тастап, ақ фонды жүктеу керек. Жаңа жасалып алған, яғни дөңгелекшені қайтадан жүктейтін боламыз Canvaдан. Алып келдік, наложениені басамыз, фотоға кіреміз, жаңағы дөңгелекшені осының үстіне қоямыз. Оны қолмен тартсақ, осылай үлкейеді, өзімізге ыңғайлы етіп, осылай форма жасап алатын боламыз. Оны қайта-қайта наложениемен скачать етпей-ақ, копировать дегенді басып, осылай астына осылай қоя берсеңіздер болады. Или өздеріңізге қалай ыңғайлы, например, наложениемен қойсаңыздар да болады. Мен бұл жерде копировать етіп істеген, маған ыңғайлы сияқты. Мен осы жерде үшеуін копировать етіп қойдым. Бір нәрсені ұмытқан сияқтымын. Себебі мына жерде мен анимация берген жоқпын. Сол себепті қайттан артқа қайтып жатырмын. Анимация беріп алып істесеңіздер, үшеуіне жеке-жеке анимация беріп жүрмейсіздер. Бірінші фонды аласыздар, вводқа, зум 1-ді, выводқа, отдаление дегенді бердім, анимация. Осылай анимацияны бірінші беріп аласыздар. Содан кейін барып копировать етсеңіздер, сіздердің өздеріңізге жұмыс көп болмайды. Қайта-қайта оған анимация беріп, оның скорості қандай екен деп зерттеп жүрмейсіздер. Осылай аласыздар да сразу астына копировать етіп қоя саласыздар. Және де екіншісін одан сәл төменірек қоясыздар осылай. Қолмен жасаймыз барлығын. Үшіншісінде аламыз да, тағы да копировать еттік, оны да төмен қоятын боламыз. Яғни бір-бірінің үстінен сәл шамалы ғана төмен-төмен түсіріп, осындай фон жасайтын боламыз. Менің каналыма жазылып алыңыздар, себебі онда өте көп тегін ақпараттар және лайфхактар көп берілетін болады. Мен сізге осы жерде тек қана осыны ғана емес, мен тағы да сіздерге фотоға астына қалай CapCut'та ешқандай приложениенің көмегінсіз ақ фон қоюға болатынын көрсететін боламыз. Сабақты соңына дейін қарап отырыңыздар. Орталарына осындай переходтар қойсаңыздар болады. Переход, анимация, не ұнайды сізге, видео қайсысымен әдемі болып шығады, соны жасасаңыздар болады. Мен осы жерде анимация переход қойдым, чтобы видео эффектный болу үшін. Мына жерде өздеріңіз қалауларыңыз, бұл жерде көптеген эффект, переход, фильтрда қоюға болады. Мысалы, фотоның качествосы төмен болатын болса, осылай жасап аласыздар. Выводта қойылған анимация маған ұнап тұрған жоқ. Сол себепті мен отдаление емес, приближение деген анимацияға қоямын. Сол әдемірек және эффектні көрінетін сияқты. Эффектні. Вот приближениеға қойдым. Бұл анимацияны қалай қоямыз? Жаңа фонды үстін бассаңыздар, сізге анимация деген астында CapCut'та жазу шығып тұрады. Солай оңай ғана қоя саласыздар. Міне анимацияны бердік осылай. Кішкене өзіме қайсымын көрдіңіздер ме? Қандай әдемі шығып жатыр? Осылай әдемі эффектна шығып жатыр. Негізі Canva'да PNG форматта жүктеу үшін сізге ақылы түрде сатып алу керек. Сол үшін мен сізге PicsArt'та жасаған оңай екенін айтайын деп отырмын. Мен сізге екі приложениемен де көрсеттім. Ол үшін PicsArt'қа кіреміз, прозрачный фонды аламыз, таңдаймыз, басамыз, үстіне стикері деген бар бізде PicsArt'та. Стикердің ішіне тағы да круг деп жазамыз. Круг деп жазған едім. Маған андай кругтар шығып кетті. Сол үшін бұл круг дегенді өшіреміз де белый круг деп жазып іздейтін боламыз. Яғни круг белый десеңіз де болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Осы жерде мені көрдіңіздер ме, прозрачность дегенді өте оңай ауыстырып алуға болады. Прозрачностьны осылай түсірдім де скачать етіп қоя салатын боламын. Мен сізге біріншісінде Canva'да үйреттім, екіншісі PicsArt'та. PicsArt'та тегін аласыз, ал Canva'да сізде
платный түрі қосылған болу керек, яғни ақылы түрі. Міне осындай эффектный видеолар жасауға болады. Барлығын осындай жасап үйренгенің үшін сіз қаншама ақша табасыз шақыру жасау арқылы. Сол үшін менің каналыма жазылып, осындай керемет осындай нәрселерді үйреніп алсаңыздар болады. Және мен сіздерге алдында шрифттерді үйреттім, қалай жасау керекен, және конвертті қалай жасау керекен мен сіздерге үйреттім. Қазір мен сіздерге уәде еткенімдей бір суретті таңдап, оның үстіне ақ фон қойып көрсететін боламын. Оны мысалы канваға кіріп, или болмаса басқа жерден іздеп жүрмейсіздер қазір. Сабақтың соңына дейін қарасаңыздар, мен не үйретейін деп жатқанымды толық түсінетін боласыздар. Мен осындай сурет алдым, және де наложение мен ақ фон іздеп жатырмын. Осы жерде осы ақ фонды алып алдым, таңдап, енді оны астына түсіретін боламын. Кейде осындай атын ұмыт қалатын әдетім бар. Сол үшін сабақты соңына дейін қарасаңыздар, сізге өте пайдалы нәрсені үйренетін боласыздар. Бұл нәрсені мысалы 2-3 приложениемен іздеп, оның үстіне қойып жүрмейсіздер, осылай жасап үйренетін боласыздар. Бұл нәрсенің бәрін мен өзімнің жұмысымды жеңілдету үшін өзім ойлап тапқанмын деп айтсам да болады. Себебі адам сіздерге әр сабақ сайын айтам, позитивті ойласа, барлық нәрсенің жолын тауып, шешімін табуға болады. Осындай 4-5 думалақ маска дегенмен осылай прозрачность или болмаса жаңағыдай оның несін домалақтың жан-жағының өзгертіп осындай масканың ішіне кірсеңіздер, осындай стрелкасы болады, соны төмен түскен кезде сізге осындай эффект жасап береді. Мына жерде мен просто астында тұрып қалды фон, сол үшін жоғарға шығарып мен оны домалақ қылып жатырмын. Міне осындай эффект жасап аласыздар. Мынаның несі, мынаны тағы да сәл төменірек түсіретін болам. Маскамен жасап жатырмын бұны. Ақ фонды алып, міне көрдіңіздер ме, мен не жасайын деп жатқанымды түсінген шығарсыздар. Бұл өте сіздің жұмысыңызды тез жасауға мүмкіндік береді. Сол үшін осылай капкатта жасаңыздар. Мен бар білетінмен сіздерге бөлісіп жатырмын. Сіздер де лайк басып, және де осындай үйренгісі келетін достарыңызға осылай таратсаңыздар, мен өте қатты қуанып қалатын едім. Және де одан ары қарай шабыт алып, мен сіздерге көптеген біліммен бөлісіп отырамын. Сол үшін менің сабағымды YouTube'дағы сабақтарды толығымен қарап, менің